Есек жүк тасудан қажып, әбден жалығады. Бір күні ол жолдасы түйеге келіп: «Әй түйе, күні бойы жүк көтеріп жон терімнің тамтығы қалмады. Жүр, қожамыздан қашып кетейік те, өз еркімізше өмір сүріп, ойымызға келгенін істейік» депті. Түйе сәл үнсіздіктен кейін: «Шынында да, қожамыз қатыгез, бізді көп жұмсайды. Күтіміміз жаман-ақ. Одан құтылсақ, мен де қуанар едім. Бірақ қалай қашамыз?» Есектің жауабы дайын еді. Ол: «Сен қам жеме, маған сен. Ертең қожамыз бізге тұз артып қалаға барады. Бастапқыда біз айдағанына көніп, тыныш жүреміз. Ал тауға шыққан соң, титықтаған болып жығылайық. Қожамыз қарғап сілеп, таяқтың астына алса да, біз тұрмайық». Шыдамы таусылған ол, көлік әкелгелі үйіне кетеді. Сол кезде қайда қашсаң да өз еркің өзіңде, тек қана аяғың шыдаса болғаны дейді. Түйе көңілденіп: «Данышпандық деп осыны айт, мұның табылған ақыл екен, тап солай істейміз» дейді ол. Қожайын ерте тұрып, түйе мен есекке қап-қап тұз артып, жолға шығады. Тауға жеткенше түйе алдында, есек артында, ең соңында қолында таяғы бар қожайын жайлап келе жатады. Тауға шығысымен түйе мен есек болдырған болып, жығылады да тұрмастан жатып алады. Қожайын болса: «Ой оңбаған жалқаулар, жатып ішер арам тамақтар. Таяқ жеп сілейместен бұрын тез тұрыңдар» деп балағаттап, ызаға булығып, оларды таяқтай бастайды. Олар қожайынның сөзін құлағына да ілмей, соққысына да шыдап, былқ етпей жата береді. Қожайын түйеге 40-шы таяқ сілтей бергенде, түйе ойбайын салып ұшып тұрады. Ал есекке 60 таяқ дүре соқса да, ол орнынан тапжылмай жата береді. Есектің көп ұзамай өлетін түрі бар деп, жануар иесі есектің жүгін түйеге артып, жолын жалғастырады. Өз жүгіне есектің жүгі қос артылған түйе аяғын әрең басып: «Қарғыс атқыр есек, сенің тіліңді аламын деп қаншама таяқ жедім. Оның үстіне 2 есе жүк көтеріп келемін» деп есекті қарғаумен болады. Түйе мен қожасы қырдан асып, қарасы үзілгеннен кейін, есек орнынан атып тұрып, бет алды қаша жөнеледі. Есек сол қашқаннан 3 күн қашады. 3 таудан, 3 жазықтан асады. Ақырында Тентек өзенінің жағасындағы тоғайлы алаңға жетеді. Есек осы жерде мекендеп қалады. Бұл тоғай көптен бері бір жолбарыстың меншігінде еді. Бір күні жолбарыс тоғайды аралауға шығады да, құйрығын шыпшыңдата түсіп, тоғайда емін-еркін жайылып жүрген есектің үстінен түседі. Бұл мен көрмеген неткен аң болды екен деп ойлайды. Есек жолбарысты көріп, менің ажалым жеткен екен деп есінен тана жаздайды. Босқа өлгенше бұл қорқынышты жыртқышқа өзімнің ерлігімді көрсетіп өлгенім артық деген ұйғарымға келеді. Ол құйрығын шанышта көтеріп, құлағын қағып қойып, бар даусымен ақырып қоя береді. Жолбарыс қорыққаннан көзі бұлдырап, артына бұрылып қарауға да мұршасы келмей, бар дәрменімен қаша жөнеледі. Жортып келе жатқан оған жолда қасқыр кездесіп: «Мұнша кімнен қорықтыңыз әміршім?» депті. «Мен бір құлақ орнына қанат біткен, бас дегенің бақыр қазандай, ақырған үнінен көк жарылғандай аңнан қорқып келемін. Дүниеде ондай қорқынышты аң жоқ шығар. Сабыр етіңіз» дейді қасқыр. «Сіздің кездескеніңіз есек болмасын, ұсқыны соның өзі ғой.
Жарайды, ертең оны екеулеп арқан құрып ұстармыз. Қасқыр келесі күні арқан тауып алады да, оның бір ұшын жолбарыстың мойнына, екінші ұшын өзінің мойнына байлап, екеуі алаңға қарай жөнеледі. Есек бұларды алыстан көріп, аузын кере ашып, бұрынғысынан да қатты ақыра бастайды. Жолбарыс қасқырға айғайлап: жарқыным, сен мына сұмырайға мені жем қылғалы әкеле жатқаның белгілі болды деп, бар пәрменімен жұлқына жөнелгенде, қасқырдың басы шолынып кетіпті. Жолбарыс демі құрып үйіне жеткенше жүгіреді. Сол кезде оған сауысқан ұшып келіпті. Ол шықылықтап, секелектеп, жолбарыстан болған уақиғаның жай күйін түгел сұрап біліпті. Сонан сол: сабыр ете тұрыңыз, мен алаңға барып қандай жыртқыш екенін, не істеп жүргенін барлап қайтайын деп, сауысқан тоғай алаңына ұшып кетеді. Есек ұшып келе жатқан сауысқанды алыстан көреді де, аяқтарын серейтіп, өлген болып жата қалады. Сауысқан тіп-тіке есектің үстіне шүйіліп түседі де, жолбарысқа керемет жыртқышты өзім өлтірдім деп айтудың сылтауын іздей бастайды. Осы кезде жерде жатқан бидайдың бір түйір дәнін көреді. Оны шұқығалы тұмсығын соза бергенде, есек сауысқанды тірсегімен қысып қалады. Құйрығымен сабалап, сауысқанның түте-түтесін шығарады. Әбден дәрмені кеткен сауысқанды теуіп жібереді. Содан сауысқан үхілеп, ақылап, бір жамбастап ұшып, кері қайтыпты. Ол жолбарысқа алыстан айқайлап: жаның барда бұл тоғайдан жоғал, қарық сатқан аң мені де жарымжан етіп жіберді, менің күнім сағанда туып жүрмесін дейді. Мұны естіген жолбарыстың зәресі қалмай, алды-артына қарамастан қаша жөнеліпті. Ал батыл есек кең далада әлі өмір сүріп жүр екен.